Ассаляму алейкум, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышам вешімдікі дақаға бөлем үлмат. Ялта халқара иқтисади форумның вақыты деныштырылды. Ахяр Девлет университетінің проректоры хабар алуда қолға тұтылды. Қырымда халқлар достығы евы бірінші юбилейге азырлана. Яш сөз ұстасы яңы китабыны тақдим етecek. Армрестлинг бойынша Русия чемпионатында Медхан Абдурамановның бірінші ғалибесі. Қырымда ilmi тәсіл меркез пейдаулачақ оның яратылуыны бүгін іш группаның топлашывында музыкере еттілер. Группаға Қырым ве Ахярның ilmi тетқиқи институтлары ве университетлері кірді. Меркез деңіз инфраструктурасы, агросынай комплекс, тибет ве технологиялар юнелішлері бойынша çalışacak. Онақ Межет районын кішкене көй территориясында құрачақлар. Амели ilmi институтлар Русияде наука адлы милилеха черчевесінде яратыла. Оның вазифелерінден бары 2021 сенегеде Дуня севесінде уч ilmi меркез яратылы водар. Наука вообще должна в данном случае работать на то, чтобы как можно быстрее внедрять то, что изобрели. Соответственно, только наука дает более дешевую себестоимость выпускаемой продукции, более чистые технологии и так далее. Без науки ни одна страна в мире развиваться не сможет. Коронавирус дарқалғаны себебінден Ялтада кечірілген халқара иқтисади форум башқа вақытқа кечірілді. Бұақта Сергей Аксенов ичтимай ағыларда о сәфесінде хабиратта. Юзге яқын мемлекетінің векілері иштирагынен конференция апрельнің 23-ден 25-не қадар девам етecek адам. Хайтетмек истем бутек профилактик чаре. ЯМФ форумында адетінже чоқ четел мусафыр иштирак еті. Шу жүмледен коронавирус тапылған мемлекетлерден. Қырым елбашчысы қоштойке форум кечірілген күнда белгіленмеді. Бұл ал вирус дарқалығы вазиетіне бағлам. Бұл вазиет Қырымның ятырым саясетінде ичте акс етілмейджек деп қайдате Қырымның вице-премьер-везірі Ирина Кивеко. Планлаштырылған аңлашмалар ве контрактлар имзаланacak. Қырымға Сицилиядан ейет етіп келді. Мұсафырлер Ахмеджет шер мемуриетінен қонышты, олар ярмадамызнен бақ құрмаға істегенлеріні білдірділер. Келечекте бірдемлікте çalışmaға туризм сасында яңы лейхалар ве программалар тізмеге планлар бар. Мы относимся позитивно к Крыму и рассматриваем его как близкого партнера. Надеюсь, эта встреча послужит реальным соглашением. А нас интересует туристическая отрасль. Можем провести сицилийские инвестиции в экономику многих сфер полуострова. Қырым халқларыны бірлештірген көпір. Мартның 20 күні халқлар достығы еві өз ilk юбилейні қайдетecek. Мөсесе ешінің нәтижелері ақында ве 5 жылық юбилейге насыр азырлықлар алып барылған ақында бізімлев Хамас. Девлет миллетлері комитеті янында тешкел етілген іш группасы халқар достығы евнің бірінші юбилейіне насыл азырлықлар алып барылғаны музыкере етілі. Онлар жиға еве вариант теклиф етілі. Шымдылік тек бір шеянлашыла вакиамике азлы шекелде ғайт етілежек. Приглашаем гостей из зарубежья, мы приглашаем гостей из других субъектов Российской Федерации, например, из Москвы, из Ленинградской области, из Татарстана, Башкортостана, из Ростова-на-Дону. Плюс мы хотим, конечно, чтобы это мероприятие, так как очень близко с 18 марта, естественно, оно было приурочено и совмещено с празднованием Крымской весны, 6-летия Крымской весны. Халқар достығы еві бюджет муэсиседір. Қырым халқларының этник медени инкешафы ве жұмхуриетіміздегі милетлері муабетлігі оларының бойнында. Помню, как мы собрались в такой маленькой комнатке, 5 человек, нас приняли на работу и сказали, ну вот, начинайте, зеленый свет вам. Халқар достығы еві 2015 сенесі март айында президент емірі бойынша тесис еттілер. О вақыттан берлі муэсисет чешыт милетлер яшаған Қырым ярымадамызда милли сиясет әмелге кечірілівінде алетлерден бір олды. Ярымадада 185 милет векелері яшамақта. Біз енді чоқтан бір-бірімізден ян-янаша муабет яшамаға огренді. Кер ел тақдимлерге олған бір-де-бір халқының байрамлары ғайт етілі. Мисал оларақ кечкен ратлық күнлері Bulgarlarının бар байрамы ве чех язычысы доғанның 200 yıllығы ғайт етілді.
Эрменлерінің терендес байрамы да жошқын кечті. Эспон көйлері ақында китап мерақнен оқылды. Енді Наврез байрамына азырлықлар башланды. Барыны мартның 21-не қаршылаймыз. 5 ел девамында Русия регионларының достлық евлерінен милли медениет мұхтариетлер ве оқуф мейсеслерден 82 анлашма имзаланды. Қалқар достлығы евнің ерешмелері де бар. Қырым пайтақтанын Ленина мейданында en çok milletli флешмоб Русия рекордына етті. Дүнияда en büyük çeberek, en büyük cezve ve en büyük fez bu ise Қырым татар Қыдырлес байрамының рекордлары. Енді олар бар байрамны танытқан şeyler sayılalar. Millet телеканалынан бераберлікте siz büyük parlaq tedbirlerinin şartları oldunuz. Bizim regionumuz tınç ve stabil şekilde inkişaf etti. Bu yerde herkes birbirini yaxşı anlay. Сила единствия. Динамизм енотита. Социал-адекват. Сила в едности. Ужим яснутян мечи. Бірлікте құвет. Эльмаса Блакимова, Эрвин Эмиралиев, Миллет Ичун. Ахяр Девлет университетінің иқтисади суалер бойынша проректоры хабар алған вақыт қолға тұшты. Бұл уақытта Қырым Жумхуриеті ве Ахяр шері бойынша çalışқан Русия тақиқат комитеті хабар атты. Параларны Девлет қызметшісі иш адамындан алды. Проректор иш адамны Али Юртаки оқу лаборатор корпус ве китапханенің реконструкциясы бойынша аңлашманы бозажамыз деп қорқозайды. Аксалда 5,5 миллион берме керек деді. Девлет қызметшісі қабатыны бойнына алды, шымды тақиқат алып барыла. Ереван сакинаны бұйық хабар алуыда қабатлайлар. Бұақта Қырым Жумхуриеті ве Ахяр шері бойынша çalışқан Русия федераль қызмет идаресі білдіре. Бұл адам Томск шерінің сакинане тақиқат комитетіне ішке кірмеге ярдым етерім деп сөз берді. Бұл қызметі үшін $60,000 талап етті. Сойқатшыны яқаладылар, о қабатыны бойнына алды. Сақ шерінің сакинанден 6 килодан зияде каннабис чекіп алынды. Бұндан ғайры ФСБ қадимлері 60 килодан зияде наркотик осымліклеріні парниклерде таптылар. Оларны шекленілген инсан Сақ районында мақсус сачқан. Оларны асыраған ве сатмаға тырышқаны үшін 29 яшлы еркішы 8 елға же апсте отыражақ. Қырым бақчаларыны артырмақ үшін 160-тан зияде миллион рубль айрылды. Бұл уақытта Қырымның көк қожалығы везірі Андрей Рюмшин хабаратты. Енді чоқ елік осымліклерге 400-ге якын гектар ер айрылды. Чоқ елік өсімліклер үшін 1215 гектар ер айрылды. Шу жемледен мейва теректеріне 1072 гектар, эфир яғлы өсімліклерге 132 гектар, еміш чалыларына ондан зияде гектар. Вице-премьер қайдетті ке умумен босене 2,000 зияде гектар айырмақ планлаштырыла. Қырым лифтлер деныштырылығы бойынша 5 лидер жедвеліне қарады. 2017 сенесінден башлап чоқ квартиралы евлерде көтеве шекілде яңы юк көтережелер ерлештірілі. Бұл вақыт девамында енді 800-ден зияде лифт деныштырылды. Да, әлі дордың атмашындығы вақыта ерлештірілмекте 2025 сенесі февральның орталарында Жумхуриетіміздің чоқ қатлы биналарында 140 лифт çalışacak. Шерлер ара тренлер Қырым көпірінден Керіч ве Анапы арасында қатнайжақлар. Олар мартның 7-сінде елға чықажақлар, билетлер енді сатыла. Жедвелде Кубаньдан Қырымға үш рейс, олар жұма ве ратлық күнлері еланылажақ ве кері йөнеліште де шу күнлері. Еш күнлері есе екшер рейс олажақ. С открытием моста многие таманцы стали работать и учиться на соседнем берегу. Вырос турпоток между Анапой и Керчью. Первый состав отправится с вокзала Керчи в Анапу 7 марта в 14:38 по Москве. Время в пути составит 2 часа. Стоимость проезда до конечной станции 439 рублей. Милятан сонки 5-ші асырнан тапылмасы. Алимлер Керіч көрфезінде ақбұрын янында Қырым көпірі құрылған вақыт тапылған екелінің яшыны белгіледілер. Қадими Юнан Мабутның башы ине епрақлы тереклерінің сақызынен бояланған. Бір заманларда бұттық тұрған гипстен ясалған екеледі, оның дудақлары есе қырмызы тостейді. Радиоуглерод етқиқатлардан сон бойле талил етілді. Мартның үш күні дүнияның епсі язычылары Зинат байрамыны қайдетелер 30 ел евелсі оны халқара пен клубы тесі сетті. Бүгін бізім телевизион тақымымыз яш Қырым язычысы Гульнара Ильясованен қонышты. Оның икейесі ве ижади планлары ақта Султанеси Такайванын левхасы.
Энді 14 ел давамында Гульнара Ильясова сөзлерінен ресімлер ярата икәйелер, повестве, очерклер бұ вақыт давамында оларының сайысы онлар же олды. Геншлігінде есе Гульнара екім олмаға ниетлене еді. Ана бабасының арзусы тек оның икәйелерінде керчеклешті. У меня было вот именно писать вот что-то, вот тяга, вот писать, слушать, получается, рассказы бабушек, дедушек, о чем они говорят. Дженкове канунсыз сүргөнлік ақта бірінші есеріні Гульнара 16 яшында язды. Оның не Кичик Илімлер Академиясында бірінші ер қазанды. Илк Сефер менің язғанларымны оқыған, бұл менің Қырым татар тілі ве әдебиеті өжесі Асанова Фатиме өжам еді. Оны пек бегенді ве мен келіншекті yazıcı олғанымдан емин еді. Sonra университетке креве белле yazıcı Аблязиз Велиевнен таныша. Букоришев оның тақдираны белгіледі. Тамам bu insan яш yazıcıға esas фаалиет сасыны seçmege yardım etті. Өз фкіріні ойле емшақ шекілде маңа айтқан еді ки, мен аңынадым ки, менің yazıcılık фаалиетім да девам edecek. 2010 senesi men Yıldız Mecmuasının baş muharriri Dilever Ağa Osmanovnen Бахчисарайда көрішіп, onun tanışılған едім. Шымды Гульнара Бахчисарай районында Слава труду газетасының баш муарері оларақ чалыша. Анда о мемори ишнен весевымле авеслігінен оғраша. Учитывая, что я работаю в еженедельной газете, у меня очень много публицистических статей, очень много очерков о людях. Бірінші икәйелер жиынтығыны егер анамны тапса едім деп адлай. Китап 2017 сенесі дүния юзыны көрді. Нешір Исмаил Гаспринский адына медиа меркезінің қол тұтывы еле дәрчетілді. Китапқа Қырым татар тілінде yazılған 10 эсер кірді. Шымды yazıcı да бір китабының нешірге азырлай. О Улу Галибенің 75 елығына бағышланам. Серлевасы «Бессмертны ваши имена». Китап 2 автодан сон дүния юзыны көрежек, sonra Франко адына китапханесінде тақдим етілежек. Бұл ғайыны керчеклештірмеге ішдешлері ярдым еттілер. Олар Слава труду газетасының ел-сыллық архивіні теренден огреніп, Улы Ватан Женкінің қараманлары ақында малюмат топладылар. Китапны Жумхуриетіміздің ішкі сиясет малюмат ве бақ везірлігі нешір еті. Все это произошло благодаря ее энергии, ее вот это желание раскрыть, обнародовать, рассказать, вспомнить тех, кто положил головы за мир на нашей земле, да, так скажем. И это действительно очень восхищает. То есть она работала ночами, она писала поздно вечером. Очень много людей стало писать свои истории. Очень многие вспомнили и обратились к своим семейным архивам. Енді ішдешлерінен бірабір яш yazıcı Улу Галибе аққында екінші китабы üzerinde çalışı başlayacak. Onun қараманлары Дженк devrinde çalışkanlar ve концлагерлерінің esirleri olacak. Султан Истакаева, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Елер ве яғмурлар еріне көнешлі ава. Синоптиклер Қырымда sıcak ава тахминетелер. Ава ререті 15-20 dereceге көтерілежек. Болі авада не қадар ұкымсырежегіні мұғбіріміз Айша Шулакова біле. Бариос күчлеріні сувықларға сарф етмеге істемегеніне ошай обырден ішке орында. Қыш тақвимыны қапатып, обызны бойле яқшаванен құвандыра. Мартның бірінші аптасы ақиқатен бар келгені дойыла. Атлантик циклоны елер ве яғмурлар есе арта қалды. Ярым адамызға sıcak hava Ағденіз тарафындан келе. Синоптиклер айтқанына көре sıcak ве құру hava аптаның сонына қадар девам етежек. Температура ночью еще 0+5, а дневные температуры уже повысится до 15-20 градусов. Дальнейшие двое суток температура еще повысится. Ночная до 6-11 градусов тепла, а дневная до 18-23 градусов тепла. Бүгін sıcak olмақнен берабер емді күнешлі. Чоқысылар үшін bu avaға чықы бар авасынен кейфленмекнің имканыдыр. Солнышко светит, летом пахнет. Погода отличная, нам все нравится. Хорошо. Тепло, мы рады. Погода замечательная, просто замечательная. Побыстрее бы солнышко и так тепло оставалось. Деткам за счастье гулять. Вообще хочу поехать в Севастополь погулять. Я думаю, что там будет хорошая погода.
Обязательно съездить на природу. Мы с одногруппниками собираемся уже. Яханақсы сава афтанын сонына жеукум сүречек, ратлық күнлері есе яғмур яғмасы ихтимал. Келечек афта вар ареті ашағы төшечек, ама тек біраз. Элбетті да еллер ве яғмурлар олачақ, ама бұна бақмадан қыш сайфесі қапатылды демек мүмкін. Айша Шулакова, Наджей Исаева, Рафаэль Вахидов, Максим Турчев, Милет үшін. Ялтада азбар işçileri için yangi emblema ve urba seçildi. Konkurs bir ay devam etti. Toplaşuvda komissiyanın azaları urba kısımlarının cedvelini tazdıkladılar. Bu kombinezon ya da ceblere olgan ştanlar, kışlık ve yazlık baş kiyimleri, ayakap, kurtka, futbolka ve polo degen urbalar oldu. İşaret de yangilandı anda Ялталы mayak ve şerinin klasik tögerek logotipi tasvir etildi. Ахмездетмон тижери мерkezinde МЧС хадимлерinin ustalığını yükseltmek için yangın taktik talimat geçirildi. Ssenariy boyunca yangın birinci katta oyun odasında yüz berdi. Alev bütün meydan boyunca tez darqaldı ve көчлü tütün peyda oldu. Yangın kurtarıcılar takımının hareketleri doğru ve çabuk oldu. Amili işten gayrı kurtarıcılar tijari beknin reberleri ve hadimleri bolyalga hazır olganlarını teşkirdiler. Сегодня, согласно годового план-графика, были проведены пожарно-тактические учения с подразделениями 1-го пожарно-спасательного отряда и специализированного отряда на объекте с массовым пребыванием людей по тушению условного пожара и эвакуации посетителей. Цели и задачи, поставленные перед подразделением, были выполнены. Всего в данных учениях принимало участие 7 единиц техники, 25 человек личного состава. Kırım sakini Amitхан Abduramanov armwrestling boyunca Rusya çempionatında galip çıktı. Ucum etici usulda 4 rakip yengildi. Bizim televizyon grupamız çempionin Kırım'da kuruştu. Hazırlanıp idmanları ve gelecekte planları hakkında bizim levhamız. Tez ve emin Kırım sakini Amitхан Abduramanov armwrestling boyunca Rusya çempionatını böyle surette geçirdi. Tereliyev yoruv aparatı hasta olgan sportçılar arasında turnir fevral ayında Moskvaga yakın Рошаль şehrinde geçti ve bütün memleketten 200'den ziyade iştirakçını topladı. Tutuşuvnun saniyeleri артында yıllarca idmanlar galibeden son biraz rahatlık ve birden zalga, kalgan kuruşevlerge hazırlanmağa. Armwrestlingde tutuşuvdan evvel strategiya işlep çıkarmak ahır taktik yol kuruşuv ketişatında tapıla. O rakipnin hareketlerine bağlı. Где-то хитрить, где-то ожидать тоже, где-то тоже оборону принимать, где-то наоборот атаковать. Это все в ходе действия ты предпринимаешь какие-то решения. Amitхан Abduramanov'ның rakipke alışa bilgeni ve büyükten büyük irade gücü turnirlerini bir артından yenmege yardım etti. Halkara klas sport ustası Amithan Abduramanov 5 yıllık kariyerası devamında Asya çempionu oldu ve Rusya çempionatında mükafat kazandı. В этот вид спорта я вообще как бы пришел любитель с улицы, который любил побороться на руках. И, соответственно, когда услышал уже, что проводятся официальные профессиональные турниры, встретился с определенными людьми, которые, как говорится, в этих кругах. После чего перешел на более профессиональные тренировки, начал упорно заниматься и выступать профессионально. Rusya çempionatında Amithan 4 tutuşuv geçirdi ve her birinde galip çıktı. Bu yüksek erişmeler артында boysunmaz irade gücü tura. Получилось, что буквально за день я заболел, и у меня пошла температура, где и, собственно, даже я с температурой 38,5 выступал на турнире. Rusya çempionatında kazanılgan galibi Amithan için yanı maksatlar açtı. Ogde Avrupa ve Dünya çempionatı olar Vengriyada ve Gürcünistan'da geçecek. Safiye Şukurova, Ruslan Minayev, Hasan İbragimov, Millet için. Шымдықыда қаға бойып haberler gelecek yayınımızны 21:30'da kaçırmanız. Hayırlı akşamlar.